дарынды да толымды Қазақстанның халық жазушысы Әбіш Кекілбаевтың 80 жылдығына арналған Алаш жұртының алыбы Әбіш Кекілбаев атты әдеби кешімізді ашуға рұқсат етіңіздер. Әдеби кеш 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім әсем сөзі құс боп шарлап жер көкті. Әбіш Кекілбайұлының поэзиясына арналған әдеби сазды бағдарлама. Екінші бөлім тарихтың алтын арқауы. Әбіш Кекілбайұлының прозасына арналған бөлім. Дәуірдің кемеңгер қаламгері әдебиет атты мұхиттың буырқанған жағасына өлеңмен келіп, кейіннен әлемнің назарын өзіне аудартқан шебер жазушы болады. Әбіш Кекілбаев табиғи талантынан бастау алған, әлемдік әдебиеттің небір інжу маржанынан сыр арқауын тартқан шығармасымен елінің ертеңіне сарабдал ой тастап, бүгінгісіне шеберлікпен талдау жасаған саясаткерлік, қайраткерлік, азаматтық парызы биік, телегей талант иесі екендігіме мәлім. Әбіш Кекілбайұлының біздің балашағымыз өлеңін мәнерлеп оқитын ерлік қызы Көркемай. Қарсы алыңыздар. Әбіш Кекілбайұлы біздің балашағымыз. Мұна біздер конфет таңдап бір ауыл, үлкендердің алған жоқпыз мазасын. Біздер емес ерке балашылау, көкесінен тартқан талай сазасын. Дей алмаймыз, күні бойы доп қуып, көк қойнына күміс шарлар самғаттым. Онда елдің омырауын от жауып, жетпеді ұлтан етегіне салдаттық. Төбемізге талай қатер төнгенді, жатқанда ажал ат ойнатып дауылсап, түсімізге қоса қабат енгенді, көкемізбен күрең қызын бауырсақ. Әбіш Кекілбайұлы, туған жер. Өстім қырда, қиырда, естімей орман шуылын. Жүзімді қақтап құйынға, селеудің тыңдап суылын. Теңізден шетпін бұрқақты, тәнімді толқын көмбеді. Сусай қалсам су тарттым, шыңыраудан шөлдегі. Қиып та кеткен қиясын, шағылын, тауын, обасын. Шағынып тапқан көз жасым бабамның қара моласын. Сол кеткеннен мол кеттім, бармаған жерім қалмапты. Ай сайын алыс жол шеттім, шартарапты шарлаппын. Қырыңнан көріп қиянды, ұрыңнан танып ұялды. Бұлағыңды ойлап мұхитта, құрағыңды ойлап қанбақта, самғатқан сансыз қиялды. Жүресің ылғи есімде, өзіңнен жүрек босамай, құлын боп ойнап төсіңде, боздарын шетте ботадай. Өзгенің мұндасы не? Өзің сірә ағарсың, пейіште де түсіме сен кіретін шығарсың. Әбіш Кекілбайұлының әке баймасынан үзінді. Уа мезгіл, талай-талай жазың келді. Қырдыңын сан қайтара сағым көмді. Кекілім қайырылды шалқасынан, менің де жігіт деген шағым келді. Қақпасын балалықтың бұзып кіріп, барасың о жігітті қызықтырып. Барлығын сүйеу деген кереметтің, кетеді күлкісімен қыз ұқтырып. Жігітпін, дербес атқа мінем мен де, жасаттым жабу, тоқым жүгенді де. Білмеймін әлі күнге қалай етіп, таралғы тағатын сүйінгіге. Әуре боп күні бойы күмінемін, жөн сұрап ендігімге жүгіремін. Әкем жоқ, ақыл айтар, жөн көрсетер, амалсыз көрші шалға жүгіремін. Амалсыз әркімге бір өткен күнге үңілемін. Үңілсем, қайран жүрек сыз дөбеді, жанымның жарқ етпейді іздегені. Көзіме күлімдеген көктем емес, салпетек, салын қиын күз келеді. Кешқұрым бөлк-бөлк етіп қазан қайнап, ошаққа балашаға жиылады.
жиырып алашыбар алашаны, жиылып балашаға балашады. Келеді көкем сақалшы түсті, көк бала көк сақаға таласады. Солармен мен де бірге таласамын, солармен мен де бірге балашамын. Қуанам, алшы түссе келеді деп, үстіне тайран салып алашамын. Үйімде көкем барда күмбірлеген. Домбыра үндемейді күндіз деген. Көкемнің шапаны тұр керегеде, өзінен өзге жұртқа кигізбеген. Көкемнің бармағынан бал саулады, осы ауыл талай тыңдап таусалмады. Көп болды сол көкемді көрмегелі, күйіне біздің ауыл тамсанғалы. Соқтырған қыр өкпегін танысамады. Соқтырған қыр өкпегін танысамадым. Мен де іздеп еркегіде тамсанамын. Қаңсыған домбырада сездіріпті, бал бармақ күйшінесін аңсағаны. Сарғайған сағынышпен жылдар өтті, төсінен қара жердің мұзғар кетті. Үйдің босағасын безеп алған, көп тұстан ірге тепкен зар кепті. Көп үйде қайта бақыт күлімдеді, көп әке бүлдіршіндей ұлын көрді. Көп төрге ілінсе де сұршынел деп, тек қапа біздің төрге ілінбеді. Көп болды, көп үйде той күбінгелі, көп үйге сүйіншіші жүгіргелі. Өзге үйде күлімдеткен жомарт бақыт, тек қана біздің төрге үңілмеді. Бір жола қылғынды ма күй тамағы, бұл үйде енді қай жан күй шалады. Қаңсыған қара домбыра қала берді, мені ешкім маңдайымнан сипамады. Жетсе де жеңіс күні қыз қуанып, кетсе де қайғы мұзы жылжып ағып, өзге үйде тойдың әні шарықтаса, бұлығы қайғуына жылады. О мезгіл, бұрынғыдай аға бердің, жан көкем сен де алыста қала бердің. Мекендеп көкірегім жалғызыңды, мекендеп көкірегім қара жерді. Жатырсың қай жерінде қара жердің, білмеймін, молаңды іздеп барар едім. Жасырды жанарыңды қай топырақ. Шіркін-ай, шарлай табармай едім. Бастың сен соңғы рет қай араны, жұттың сен соңғы рет қай ауаны. Қай көкке көзің түсті соңғы рет, қай жердің желі сонда аялады. Қай жерде елім сенен өшін алды, қай жерде өміріңнің көші қалды. Кекілі желпілдеген жалғызыңды, қай жерде соңғы рет есіңе алдың. Мен де өстім, мектеп бардым, жыр жаттадым. Жақсаның қағып алып ырғақтадым. Зеректе бауылаймақ болды риза. Сен оны естімен тіл қатпадың. Бейнелеп туған жерін кешкі көгін, қытықтап сұлулардың ет жүрегін. Жыр жазым риза боп қалыпты жұрт. Сен оны оқымадың, естімедің. Жарылға бұл дүние тілегімді, тойдырды шаттық күлкіренімді. Садаққа снайза кірпік қазақ қызы, менен де лүпілдетті жүрегімді. Әкенің меріне шөлдепті одан, қыр гүлін қабіріне термепті одан. Туыпты әке салыс жүрген шақта, ғұмыры оның жүзін көрмепті одан. Бірімін, мен өзімде сол тілектім. Жастықтың шалқарында толқын өптім. Қызықтар қызығын көп бұл өмірде, жалғызам, өзіңді аңсам толқын өптім. Өтсе де елеңдетіп көп айтағы, өзіңді енді келмес деп айтады. Өзге жұрт біздің үйдің есі деп бүгінде өзіңді емес мен айтады. Деуші едің ылғи мені құлыншағым, қайте елің бәрі соның бүгін сағым. Сен жоқта құлыныңда әке болып, сипамақ құлынының тұлыншағым. Ортайтқан өліміңді кенеремді, қосамын жүрек күйі мен өлеңге. Тілегім баяғы қыз қайтаға қап, жазбасын жоқтау дастан немереңде. Деп пайымдаған халқымыз, Әбіштің әлем таныған талант, келісті қаламгер, толысқан тұлға, ел таныған қайраткер, санатына жетуінің түптіні, алтын арқауы, асыл текті анадан болса керек деп, Айсәуле анаға арнап туған жеріне ескерткіш орнатқан болатын.
Әбіш Кекілбайұлы анама. Жолатпай қыспыран жазытам. Мен үшін қан сөзіңді азаптадың. Арманың аспаныңда шықтым сырқап, қатайып құшағымда қанаттарым. Күндерің өтеді менсіз құр күбініп, хат бармай көңіліңді мұңға олтып. Ондайда отырмайсың тақыт тауып, кетеді сағыныштың бұлты бұлты. Ойлайтын жаны ылғи байлақамын, сағынтты мені қамқор алақаның. Күте бер, жоғалтпай тікешін, оралар қыран болып балақаның.
Батыр! Вәзірлер, бүгінден қалмай Иранға жорыққа аттанамыз. Парсылардың жерін, байлығын, орталығын өзіміздің елімізге қаратамыз. Аллам бір өзі жар болсын. Әміршім жорықтан оралғанда, қандай сый-сияпатпен күтіп алсам екен. Сәрсенбі күні таң алдында, тәтті ұйқымда түсімде ұшар басы көк көрмелеген мұнара көрмеді. Әлде сол мұнараны салдыртсам ба екен? Бастан шақыртыңдар. Әміршім жорықтан оралғанда, қос өзен бойында ешкім де жоқ, ешкім көрмеген мұнара тұрғызбақшы. Бері қара басты. Бұл істі саған тапсырам. Оқтың ба? Әміріңізге құлдық ханым, көз арбаған көк күнбес мұнараны ақша бұлттарға тең етіп жасауға ант етемін. Жақын тартқан, келбетін ғой құлпырған. Саған ешбір сұлулықты теңей алмай, қымбат көрдім өзіңді алтыннан. Қолаң шашың әсемделіп төгілген, көздеріңнен төгілген жылулықты сезініп, орын бердім тап-таза жүрегімнен. Әй досым, көзіңде ой, көңіліңде мұң. Кімге ғашық болдың? Айтшы жасырмай. Иә досым, мен ғашық болдым. Ой бәрекелді, ғашық болдым дейсің бе? Бірақ ол қол жетпейтін арман ғой. Ол тіпті мен сияқты қарапайым шеберге көз қиығында салмас. Ол кім соншама? Қор қызындай кіші ханым. Енді қайтесің? Тәкаппар ханымның аспаннан басқа еш қайда түспейтін асқақ жанарын өзіме қаратудың жалғыз жолы. Мына мұнараны ешкім көрмегендей етіп, ғажайып көрініске бөлеу. Артындағы 40 нөкер әйел мақтап, ауыздарының суы құрып, сусылдай жөнелгенде, ханша, осындай сиқыр мұнараны қалай салдың? Деп тамсана қарайтын шығар. Құдайым-ау, түсімде кімді көрдім? Өрімдей жап-жас жігіт шебер. Менен нені қалайды? Алақандай екі көзім мөлдіреп. Жоқ, мен әміршіме адалмын. Менің күткенім де, сүйгенім де бір әміршім. Сүйінші ханшайым, бір динарға тартетін мәйсінші. Сүйінші өзіңдікі, тез айтшы. Алды менен сүйінші, содан кейін айтам. Қандай керек. Хан иеміз кернейлетіп сырнайлатып келе жатыр екен. 3-ақ күндік жолы қалды. Мұны кімден естідің? Бағана құлағымды түріп қалсам, басым өзі қоймашық айтып жатыр екен. Ендеше, мұнара бітіп екен. Көріп келейік.
жатыр. Шебердің ойлағандай шықпай жатыр. 6 ай бойы бітпейтін не қылған мұнара? Шебердің ойындай шыққан кез аяқтаймыз. Мұнара, жорықта жүрген әміршіме деген қаяусыз махаббатыңды бейнелейді екен. Бірақ, жақындаған сайын, шалқақтай түсетіні қалай? Әлде, мұнысында бір сыр бар ма? Мұнараның бітпей тұруының бір себебін білдің бе? Білдім, Қаншайым. Мұнараны қалайда тездетіп бітірудің бір амалын табу керек. Тоқтаңыз, мен сізді ешқайда жібермеймін. Сіз өзі қызық жансыз, білесіз бе? Жанды баурап аласыз, күлесіз бе? Басқалардың барлығын жеңемін ғой, дәрменім жоқ, сезіммен күресуге. Қолаң шашың әсемделіп төгілген, көздеріңнен төгілген жылулықты сезініп, орын бердім тап-таза жүрегіме. Шаппан, Әміршолы жорықтан қайтып келе жатыр екен. Оған дейін мұнараны бітіріп, айналасын айнадай тазартып қою керек. Солай ма, Шаппан? Сен өзің біл, асқақ сезімнің құшағына кіріп кеткен сияқтысың ғой. Шаппан, балам. Таптым. Бұл мұнарада тап сондай жеп-жеңіл, тап сондай ойнақы болуы тиіс. Мұнараны көрген жан қапелімде әлде бір арудың аспанға созған ақ білегі деп қалуы тиіс. Тіпті ертең әміршіміз алыс жолығынан қайта оралғанда да алдынан әлдекім білегін созып күтіп тұрғандай көрінсін. Дереу дермен ездетіп, қаңба өртетіп, мөл бояу жасайтын күл әзірлетуім керек. Тездет, балам, тездет. Ұлы мәртебелі Әмір Темір келе жатыр. Осыншама көкпен таласқан көркем мұнараның көзін жауын алар салуында бір сыр бар сияқты ғой. Әміршім, бәйбішенің сізге айтары бар. 6 ай бойы жорықта бірге болған кезде уақыт таппап па? Ендеше бәйбішенің сәлемдемесі алмадан дәмдіңіз. Құттаған алма. Құттаған алма. Бәйбіше мұнысымен не айтқысы келді екен? Маған Ханшайымның күтушісін шақыртыңдар. Тыңдап тұрмын, ханым. Мен 6 ай бойы жорықта болған кезде Ханшайым қайда барды? Кіммен кезікті? Баянда! Кіші ханым мұнараның тез бітуін қалап, мұнара басында жас шебермен ектеп кезіккен болар. Алайда, сіз ойлағандай емес, сіздің махаббатыңызға дақ түсірген жоқ. Осы мұнараны салған шеберді алып келіңдер. Мұнараны салған сен бей? Иә, әміршім.
шақырылған айтқызбай ақ түсеген сияқты. Алайда қайсарлығын қараш. Ант су шуақты алмады да, жалынып жалбарынбады да, не салсаң да көндім дегендей, назарын төмен салып отыра берді. Жанары, сол бір қос жанары, менің көкірегімді қызыл шоқша қарып бара жатқан несі. Сол бір жаудырған қос жанары, қаншайында шыбауына кіріп, орын алған шығын. Ертең тағы да жорыққа аттанамыз. Жорыққа аттанғанша шебердің қос жанарын ойып алып, тілінде кесіңдер. Содан соң ел көрмес, құлақ естімес жаққа көзін құртыңдар. Құпы болар әміршім. Шабыт бар, қазанатта шабыс бар, бабалары айбарлы, балалары айдарлы, ақжаулығын бір шамасы, аналары жайдарлы. Десең егер қай қазақ, бұл тәуелсіз бай қазақ, арулары айғанат, алтын кірпік айқабақ, дархан мінез дариған даласына сай қазақ. Туған жерім ай, манделім ай, бошусамен күндігімді қиған жерім ай. Туған елім ай, дидау елім ай, күл адамзат құшағында сыйған менің ай. Жерім менің ай, көгім менің ай, ырыс қонған мекен болшы еңір келіп ай. Көгім менің ай, көрім менің ай, садаған көкке
Кекілбайұлы Әбішің қазақтың асқан шешені. Атадан асыл ұл туса белгілі бақыт деседі деп жерлес ақын Сайын Назарбекұлы айтқандай, сөзге шешен, көркемдеп сөйлеудің зергері, киелі топырақта қанат қаққан